Тәте, ой, мам, енді сізді мама десем болатын шығар, иә? Айта берші. Енді бәрі жақсы болады. Тек сіз күліп жүріңізші. Сіз күліп жүрсеңіз, біз бақытты боламыз. Біз бақытты болсақ, сіз де бақытты боласыз дегендей өте берем. Оны да көрейік. Архат екеуміз бұл күнді көп күттік қой. Арманымызға жеттік, әйтеуір қанша қиыншылық көрсек те, енді барлығы жақсы болады, сізге сөз берем. Мен негізі сізге басқа жағдай айтуға келгем. Айт. Мен осы үйге көшіп келсем ба деймін. Сіздің қасыңызда болып, сізге көмектесіп, жалпы келін деген ата-енеге көмектесіп батасын алу керек емес пе? Сол үшін мен бөлмемді дайындап, болашақ баламыздың бөлмесін дайындап, сонымен сізбен ақылдасайын деп едім. Жоқ, егер жоқ десеңіз, әрине бөлек тұрам ғой. Жай сіздің қасыңызда болып, көмек берейін дегем. Маған бәрібір. Өздерің осылай шешіп қойған екенсіңдер ғой. Жарайды, онда ертең осы үйге көшіп келем. Бөлмемді жақсылап тұрып дайындап алам. Дастархан күшті екен, шай ішейік, иә? Жақсы болды ғой. Ой, Медет. Жаннат әте, сәлем. Қалың қалай, жаным? Сен неге садикте емессің? Мен? Маған Наташка бүгін демалыс жариялады. Да, не үшін? Мен жыламадым. Мен батыр болдым, сол үшін. Саған сен дейін күштісің ғой енді. Сен мені таксиға отырғызып жіберген кезде мен қорықпадым да, жыламадым да, сол үшін. Қандай такси? Сен басқа күнмен шатастырып тұрсың ғой дейм, иә? Өткендегі күнмен. Жоқ, Жаннат әте, сен мені мамаға апарам деп, сосын тамақ бердің. Таксиға отырғызып жібердің. Таксист ағай мені бір жаққа апарғызды. Сосын біз маманы күттік. Мама келмеді. Сосын... Жарайды, Медет. Сен бөлмеңе бара ғой, жарайды ма? Бұнда үлкендер әңгіме айтып отыр. Мен шаршадым. Сок ішкім келіп тұр. Сок. Балапан, бөлмеге бара ғой. Мен өзім апарып берем, жарай ма? Бара ғой. Кешегі оқиғаға сенің қатысың бар ма? Жоқ, мам. Қайда кішкентай баланың сөзіне сеніп сізде? Сен басың істей ма? Мына балаға бірдеңе болса не болады? Мама, ондай нәрсе болған жоқ деймін. Айналайын. Менің балам өтірік айтпайды. Айтпақшы ол сен емес пе? Бұл Архаттың баласы емес деген, Мүмкін мына сенің аяғың ауыр емес шығар. Қане? Маған дәрігердің қағазын көрсетші. Блин, сендер бәле болдыңдар ғой. Не қане? Ойбай. Не ойбай? Жаңа сен емес пе еді мамалап менің асты үстіме түсіп отырған, Қарай көр бұны. Қалай ұятсызсыңдар сендер? Просто так адамды қалай айыптауға болады? Бар, шық үйімнен. Шығам керек еді, үйім маған. Балаң иттей болып өзі-ақ келеді маған. Бәле болған шығарсыңдар сендер.